А? А, удавка ма? Добрый день, ребята. Ну что, часть своей работы сегодня буду показывать. Я құрметті қауым, кешіріңдер, орысша сөйлеген болмаған, кешіріңдер, орысша сөйлеген болмаған. Сәлем. Бүгін экскаватор айдап үйретемін сендерге. Дусан 2010-дық бағана тұрған Дусан, ол 180. Айтайын дегенім, егер техника алатын болсаңдар, Дусанға жалмай қойған дұрыс қой деймін. Білмеймін енді. Hyundai да Дусан да екеуі де кореялық техника екенін білесіздер. Екеуісінің қайсысы жақсырақ? Мен ойымша Hyundai техникасы жақсырақ деп ойлаймын. Өйткені қазіргі істеп жатқан жұмысымда майда жұмыстар көп та, өте шебер жұмыстар, сантиметрлеп отырып, есептеп отырып, асықпай істейтін жұмыстар. Жанымыздағы жүрген 180 Дусан 2014 жылғы жөнді істей алмай жатыр дейді, балалар айтады. Өйткені себебі Дусан техникасы дейді да, өте қалай қазақша айтса болады екен, өте жестко жұмыс істейді. В общем, жестко деп орыс тілін қоспай қойын деп едім, қосып қойдым, жарайды. Жай ақырын жұмыс істей алмайды Дусан. Мысалы, ақырындап орнынан қозғаған кезде, мысалы бұрған кезде дүрекі бұрылады да, қатаң. Чё? Лоток? Мектан лоток. Так, лоток талып бер деп жатыр. Бірақ көріп. Мекта шаланда тұр, шаландадан лоток түсіру керек. Не қайқа аппаратыр деп ойласам. Камераның мына жерге бекітейік. Так. Міне, қазір түсіндіремін. Дусан мен Hyundai'дың айырмашылығын қазір. Міне, дәп сондай моментке кезіктік. Так, мен жанына тұрып алайық. Қазір удавканы жай түсіру керек, сындырып алмай. Ол өте нәзік бетондар. Жұмыс істеген кезде жаймен ақырындап істеу керек, сындырып алмай. Ковшты шешіп тастайық. Бұл да тез шешетін қондырғы дей ма, қазақша үйрене берейікші.
жатыр. Ақырында анау КамАЗдың бортын майыстырмай түсіріміз керек, тік көтеріп. Осындай жұмыстарды жаңағы Досам техникасы, Досам істей алмай жатыр. Білмеймін енді. Мүмкін операторға байланысты, мүмкін кейін Досамды да айдап бір тексеріп көрейін деп тұрмын, өзім сұрап жаңағы жігіттерден. Мысалы, Hyundaiмен бұндай майда жұмыстарды жақсылап істеуге болады. Асты тегіс жерге қою керек та, әйтпесе мына жерге қойсам, мысалы, ортасы бөлініп сынып кетуі мүмкін да. Білмеймін, бұндай жұмыстар менің ойымша өте оңай жұмыстар. Техника қиналмайды, сағат жүріп жатады. Төлемақысы уақытына төлейді ғой. Мына ар жақтан көріп тұрсыздар ма, мына жақта ТЭЦ. Мен қазір Момышұлы, жаңа Алғабас микрорайонында жұмыс істеп отыр. Мына жақта ТЭЦ бар қаланың. Соған барып дронмен бір күні түсіріп көрсе жаңа. Сұмдық енді қаншама бір 20-30 шақты труба тұрған шығар. Траншей қазып, ол траншейге не жүргізіп отыр? Канализация. Жаңа канализацияны траншей жүргіземіз. Траншейдің астына осындай лотоктарды смоламен бояп, смола ол не үшін? Ылғал цементіміз ылғалданбауы үшін. Соны қойып, арасына труба тастап, он трубаның арасына гравер тастаймыз. Гравер не үшін? Жиналған суымыз ағып кету үшін. Негізі қазақша терминологияларын көбейтіп үйренулеріміз керек. Содан кейін мен ардамда байқасаңыздар, мен ардамда неше түрлі тақырыптарға видеолар басында арнамды орыс тілінде жүргіздім. Қазір қазақ тіліне өтіп, ақырындап қазақ терминологиялар, қазақ сөздерді үйреніп жатырмын. Оля, тут вторая дырка, да, получается у нас? А? Қазақша слышишь? Қазақша? Я, мен қазақша білемін, может сен маған моқтаватсың. Не айтасың, орысша айтасың? Қазақша. Тақырыптар көп. Өйткені бұл мен қазір Instagram, YouTube-тан дым пайда ақша тауып сондай істеп жатқан жоқпын. Бұл жай үшін тек мен өзімнің хоббим. Видеоға түсіру, сол жағынан өзім тәжірибе жинап бір хобби ретінде бос уақыттарда, болмаса ішім пысқан уақыттарда түсіремін. Немесе қызықты тақырыптар айтып, өзім ойыммен бөлісіп. Бір шетінен айтқанда мен өмірімнің бір қысқа да нұсқа бейне баяны секілді да. Өйткені артамда мысалы қиын момент
жай козгап мына лотоктарды жаңағы траншейдин ичине түшүрүүбүз керек. Муну абайлап түзүүбүз керек. Өйткөнү траншейдин ичинде жумушчулар жүрөт. Жаңағы жумушчуларга бир жери сынып кетип, бас калып, содан сак болуу керек. Жумушчулар байкап атсыздар, өзүбүздүн өзбек бауырларымыз деп айтса болот. Өзбекстан негизи Казакстанга бир бауырлас эл го негизи. Тилimiz, динimiz, мәдениетimiz, тарихimiz бир деген сияқты. Және де менің арнама жазылып, лайк басып отыруларыңызды да тілеймін. Кейін болашақта бір қолым тиіп жатса, жосы жақында экскаваторды қалай айдау керек, сол туралы бір бейне баян түсірсе деп әзірше ойым. Қазір бір қызық нәрсе көрсетейін сіздерге. Мына камераны мен арт жағыма бекітіп көрейінші. Және астыдан өздеріңіздің сұрақтарыңызды қойып, пікірлеріңізді жазсаңыздар. Қазір камераны арт жағыма бекітіп көрейін. Техникадан қандай техника дұрыс деп ойласаңыздар, менің ойымша сіздер жаңа техникаға алуларыңызға мүмкіндіктеріңіз болса, менің сіздерге ақылым техника алмай, сол ақшаға басқа да бір бизнес ойлап тауып, соны істесеңіздер сол жөн болады деп ойлаймын. Өйткені техниканың болашағы белгісіз. Тапқан табысы аз, өте аз. Өйткені басқа да мен оны басқа істермен, басқа бизнестермен салыстырып айтып отырмын. Бұлай негізі аз емес, бірақ техниканың саймандары қымбатта. Саймандары қымбат, жанармай қазір қымбат. Біздің техника айдайтын адамымыздың жалақысы да қазір қымбат.
адамдар сұрайды да, Нұрбек, біз жаңағы экскаватор, жаңағы 3 в 1 трактор алып, жаңағы жұмыс істетсек, табысы қалай деп. Мен соларға айтамын, сендер басқа бір жұмыс, бизнес ашпайсыңдар ма, басқа ондай ақшаларың болса техника алып. Басқа істерге сол ақшаны салған дұрыс болады, дұрысырақ болады деп. Жаңағы өз ақылымды айтып жатсам, мен маған сөйтіп айттым деп көре алмай қалып жатқан да адамдар болып, мен бір өтірік алдап жатқандай. Онда олар егер біліп тұрса, онда не үшін сұрайды? Сіздерге көріп тұрмадым. Или бірінші видеом ғой. Негізі андағы сотовый телефонның камерасына қарағанда осы жерге жаңағы экшн камераны қойып қойған жөн болады екен. Өйткені экшн камера былай бәрін көрсетіп тұрады да. Содан кейін айтайын деп жатқан кейбір елдер жаңағы экскаваторды ше, кейбір елдер экскаваторды жаңағы зажигалка жағады, неше түрлі сіріңке жағады экскаваторды. Сөйтіп мақтанады да. А негізі жұмыста ең қиыны ол ештеңкені сындырып алмай аккуратно жұмыс істеу қиын. Тегіс жұмыс істеу. Планировка теп-тегіс қылып жұмыс істеу ол қиын. Менің ойым бойынша жаңағы зажигалка өшіру оңай нәрселер ғой. Негізі ше. Так. Тығылып қалдық. Кішкене бүйтіп алдым. Бұрып жібереміз. Болды, енді болмаймыз. Қазір траншейдің басына барамыз, қазамыз лотоктарды. Бұл жерге жинап қойдық. Қарда дөңгелектер тайып, жөнді жүре алмай тұр. Жұмыс коэффициенті қыста
қатты азаяды. Балшықта әсіресе қарда. Ертең GoPro'ны алып келіп GoPro'мен түсірмесем. Экшн камерамен. Түсінгенім техниканың қандай түрі, мысалы ол түріне байланысты емес, үлкен ба кішкентай ма, жаңағы сол техникамен жұмыс істейтін адамдарға көбінесе сол техникамен жұмыс істейтін адамдарға байланысты болады. Камазистар жаңағы уақытпен да уақыт ақша төлейді бұларға, аз ақша төлейді ғой деймін. Жай қимылдап өтіріктен жаңағы бір қарапайым нәрсеге милары жетпей сөйтіп жүреді да объектте. Менің ойым бойынша жаңағы кәдімгідей шынымен жақсылап жұмыс істеу керек, бірақ оған сәйкес ақша төлемейді ғой. Сәйкес ақша төлесе, сәйкесінше сол ақшаға сәйкес жұмыс істейді негізі, шыны керек. Кішкене ғана көбірек төлесе, анау жаңағы камазистерге кішкене көбірек төлеп, жылдам жұмыс істеңдер десе, жаңағы камаздар зымырайды да, жұмыс одан білесіздер ма, қанша есе үнем болады да сонда. Олар ақшадан ақша жағынан үнемдейді да, ал негізі үнем емес, ол шығын бар негізі. Соны көп адам түсінбейді. Оны айтсаң да, айтпасаң да бәрібір түсінбейді. Мен кейін білмеймін, болашақта бір объект алып өзім істеп жатсам, жаңағы басқа техникаларды жалдап, сол кезде жақсылап өзім жұмыс істетіп. Техника үлкен ба, кішкентай ма, оған қарамаңыздар. Сол техникамен жұмыс істеп жатқан адамдарға, жұмыс істеп жатқан адамдар 50% істің жаңағы 50% КПД дейді ғой. КПД – коэффициент полезного действия. Қайтан тығылып қалдық, қазір сер жеріміз. Балшық не жерге, балшыққа жетеді. Түк қиындығы жоқ, тығылғаннан қорықпайды экскаватор. Енді прям сондай сазға кіріп кетпесем.
сөйтіп орысша қосып сөйлей берейін. Менің ойымша жаңағы соның өзі мен үшін бір жетістік. Өйткені мен кезінде орыс сыныбында оқыдым, орысша да оқыдым, қазақша да оқыдым. Аралас болып кетті. Мешать етті. Сендерге келтіріп қалды. Мұны бірінші бетін бүйтіп шешіп аламыз. Сөйтіп ақылдап астыға қарай түсе бересің. Сонда жаңа экскаваторымыз қатты қиналмайды да сонда. Камерада селкілдеп ертең бір жақсы, ертең GoPro'ны алып келмесем зарядтап. Сенген байқап отырсыздар ма, не болып кетті? Тұман болып кетті. Ya, Bos, Garlavina alып келемін. Garlavina. Garlavina? Siz işte verin. İşte verirseniz siz. Ya da. Ya. Ha, қиғашық керек па? Yok, anaga doğum edip. Aha. Ya. Aha. Şu Garlavin alıp gelemiz deyip kayakta. Ha. Так, траншеямыз кішкене қисайып бара жатыр. Соны кішкене тегісте дейді. По-моему, мен түзіп уақыт тұрмын негізі. Жерге дәлелдейді ғой. Мына экскаватордың алдында мына не тұр ғой. Осымен мысалы бүйтіп барып бүйтіп мына жерге дәлдеу керек. Мына жерге. Негізі экскаватордың осысын мен мынамен дәлдеймін. Мынамен. Бүйтіп көзбен атам да. Сол жаққа дәлдеп траншеямыз түзу болып сөйтіп апару керек. Траншей қазған кезде мына четін ана екінші шетін мына четін екінші шетін бүйтіп түзетіп жіберу керек. Өйткені не ана четінде жұмысшылар ары бері адам жүреді нетеді, сол ыңғайлы бір жағы.
жеткізіп алдық. Көзге де сүйкімді болып көрдік та жұмыс істеген. Мына траншейден алып, мынаны көме бер дейді. Шынында да, я? Каша. Қандай тақырып жоқ дейсіздер, бәрі бар. Мейлі болса бола берсін. Сонда кішкене қызығырақ болады да. Контингент неше түрлі адамдар болады да. Әйтпесе техника туралы түсіресіңіз жаңағы. Техника, көбінесе техника айдап жүрген адамдар сол көреді. Басқа да тақырыптарды етсең, басқа саладағы адамдарды көру мүмкін болады. Бәрібір асатқа береді, отырады да. Мына бір ұшын көріп тұрған, тырнақтың ұшына қараңыз. Бұны тас көріп тұрсыздар. Андай тастарды алып тастаған дұрыс. Өйткені потом кейін траншейге қайтадан түсіп кетеді да. Бұны жұмысшыларға артық жұмыс. Ya. Amin. Bak, terеңдеген түсір дейді дағы. Бірсек. На тереңдік нормально ма? Көрейік. Жаңағы YouTube, Instagram жаттықтырушылары айтады ғой. Жаңағы 50 бейне түсірсең, 50 бейне түсірсең, бейненің біреусі ютубта жаңағы атуы мүмкін. Қаралымдар көбірек болуы мүмкін. Сондықтан білмеймін қай бейнемен атады екен, әйтеуір қай бейнем атады, сол тақырыпты ұстап аламын ғой мен. Сол тақырыппен ары қарай қуалай беремін. Ары қарай белгілі болады да, контент қалай жасап, қандай істесем деген. Ал қазір барлық неше түрлі тақырыптарға түсіріп жатырмын.